ескі қорғандардың сыры, сабақ мақсаты көркемдегіш құралды қолданысын анықтаймыз және көркемдегіш құралдардың қолдануын үйренеміз. Олай болса, қазір ең әуелі біз мына жерде экран қысылып, сәл көрінбейтін рандом әдісі арқылы топқа бөлініп аламыз қазір балалар. Содан кейін бізде психологиялық ахуал жүреді, менің анам әдісі бойынша. Өткен сабаққа шолу, бұл сұрақ жауап бойынша жүреді, бағалау және ребусты шеш. Ребусты жұмбақ жазбалар арқылы шешетін боламыз. Қазір олай болса, біз балалар топқа бөлініп алайық. Өздерің айтқандай, жаңағы рандом әдісі бойынша біз топқа бөлінеміз. Бізде балалар қазір 3 топ. Олай болса, міне топтарымды қараңдар да, тез-тез топтарына тұрады. Тез-тез қарамыз. Даяна, Айзера, Айсұлтан, Айдуар, Абдулла, Бақтияр. Кәусар, бірінші неде? Тез қозғал. Әмина, Арайлы, Нұрдәулет, Мансұр, Ормаз, Алғай, Жарысып, екінші топта. Тез қозғалдар, Әлихан Батақан, Нұрислам, Нұрберген жанына. Кәусар, Айлы, жүз айсыр. Қозғал. Әмина, сен екіншісі ма? Дұрыс. Нұрдәулет екінші топқа жүгір, екінші топқа Алмаз. Тез қозғал. Жаннұр, сен бірінші топта тұратын. Жақсы. Енді міне біз топқа бөлініп алдық. Енді жаңа сендерге хабарлап өткендей, балалар, қазір бізде менің анам әдісі бойынша біз көңіл күйімізді көтеріп, бір-бірімізге бүгінгі сабаққа сәттілік тілеп аламыз. Ол үшін балалар 2-ден бөлінсек, бізде тым көп болып кетеді. 3-тен бөлінейік. 3-тен бөлініп, 4-тен бөлінейік. 4-тен бөлініп, бір-бірімізге сәттілік тілеп жіберейік. Ал кет. Орнымыздан тұрамыз. Менің анам, сенің анаң сені қалай еркелетеді? Ал міне қарасаңдаршы, Даяна, Әмина, Әлихан, Айзере бір-бірлеріне келіп құшақтасып кездесеміз. Аттарын қара, Арайлы, Батақан, Айсұлтан, Нұрдәулет бірге құшақтасамыз. Нұрислам, Айдуар, Мансұр, Нұрберген бірге құшақтасамыз. Адырна, Алмаз, Жаннұр, Бақтияр. Алғай, Нұрмат, Кәусар, Жасыз. Аналарын қалай еркелетіп солай құшақтаймыз. Жақсы, тамаша, отыра аламыз. Ертегілер бөліміне топталған болатыныз. Ендеше ертегілер дегеніміз не? Кішкене тез өтеді. Шол өтейін біз уақытымыз алсай. Арайлым айта қойшы. Ертегі негізгі жанрлардың бірі ертегі жанр халқының нұсқасында дайындалған. Көркемделген түрі ертегі іште бірнеше бөлікке бөлінеді. Жануарлар туралы ертегілер, қиял-ғажайып ертегілер, хикаялар ертегілер және салт ертегілер. Жақсы. Ертегілер неше түрге жалғастырып кетеді. Қандай түрге бөлінеді екен ертегілер? Қандай түрге? Арайлым толық айтты, жарайсың. Тағы қандай түрге бөлінеді екен ертегілер? Тағы біріміз қайталаймыз ба? Айталық. Ал? Айта қойма іздері. Ертегілер хикаясы ертегілер болады. Бесік жыры ертегілер. Жан-жануарлар ертегілер. Қиял-ғажайып туралы ертегілер. Сені сәл біздің халық ауыз әдебиетінің түрлеріне қарай кетіп қалды не? Жарайды ештеңе. Жақсы, отыра ғой, тамаша.
Қабыл ауыз әдебиетінің ішінде жұмбақтар бар. Жаңа сен айтқан сияқты мақал мәтелдер, жұмбақтар деп бөлеміз ғой, иә? Ендеше біз балалар сол жұмбақтарға бір тоқталып өтейікші. Ол жұмбаққа тоқталу үшін бізде жұмбақ жазбалар кітабымызды 100-нешінші бетінде тұр? 121-ші бетінде тұр. Бұл жұмбақ. Ашып қараймыз. Осы жұмбақтың шешуін тауып алайық. Балалар, ең бірінші мен қазір суретті іріктейтін боламын. Міне қараймыз. Мына жерде ненің үстінде қандай сөз жұмбақ шыққан? Құмыра. Екінші тостаған. Үшінші айна. Дұрыс. Төртінші қандай? Жүзік. Бесінші айбалта. Алтыншы тиын. Міне дұрыс айтасыздар. Құмыра, тостаған, айна, жүзік, айбалта, тиын. Ал енді балалар бұл сөз жұмбақты шешіп алдық. Енді бұл заттар туралы не айта аламыз? Бұлар нелер? Иә, айта ғой. Айта ғой жансың, айта ғой. Құмыра, жүзік, тостаған. Бұлар бізді қайдан? Осында жүріп кетті ма? Бұлар қайдан табылады? Айта ғой. Неге қорқып отырсыңдар, қарамайыңдар? Табады. Қолдан көтеріп қорықпаңдар, неге қорқып отырсыңдар? Қол көтеріп ақырын жақсы. Бұлар тарихи мұралар, біздің тарихи жәдігерлеріміз деп айтуымызға болады, балалар, тарихи жәдігерлер. Бұл жаңағы тарихи жәдігерлерді кімдер табады? Табады, дұрыс айтасыңдар. Жалпы бұл заттарды іздеп тапқаннан кейін оны қайда қояды? Музейге апарып сақтайды, ендеше жаңағы сендердің тапқан үйлеріңді мына жерге көрсетіп қояйық. Нені таптыңдар? Сақина таптыңдар. Тостаған таптық біз. Біз өзімізше археолог болып жатырмыз, балалар? Айбалтаны таптық, тағы не таптық? Айнаны таптық. Және құмыраны таптық, міне. Жақсы. Жарайсыңдар балалар, енді міне суреттері көрсетіліп тұр. Олай болса, бүгінгі тақырыбымыз ескі қорғандардың сыры, қорғандардың ішінде табылған заттарды біз өзімізше тауып алдық. Енді қазіргі балаларымыз кітаппен жұмыс, археолог тақырыбын біз әртүрлі тәсілде балалар оқып шығайық. Бізге берілген археологтар. Мен бірінші топқа мына мәтінді берейін. Оқи қоясыңдар. Екінші топқа мына мәтінді берейін. Және үшінші топқа спираль әдісі бойынша мына мәтінді беремін. Ал тезірек ортада дайындаламыз. Ортада бірлесеміз, балалар. Ортада бірлесеміз. Кім оқитын орталарына сайлай қоясыңдар. Кім оқиды? Кім мәтін оқып береді? Бола берсін. Айнаны оқып бере ма? Қайсыңдар ма? Кім оқиды? Оқи қояды. Археолог салған местам сығанақ сырлары мол ашпаған. Балалар, айсыра тоқтай қалыңыз кішкене. Қатесіз оқу, мәнерлеп оқу, өтірге кідіріс жасау, әрбір дүниенің өзіндік критерий бар, балалар. Дауыс ырғағымен оқу, тыңдаған адамға қызықты болдырып оқу. Осыны еске сақтап оқыңыз. Археолог салған местам сығанақ сырлар мол ашпаған. Жер астынан сығалар жатыр көне
тұмсыған ақсылар мол ашпаған, жер астынан сығалып жатыр көне тостаған. Санатқа көп қосылар, сансыз қала құмдағы, шақырды отырар шешілмеген жұмбағы. Қалақ шамен тынбастан қазып төбе обаны, ағам ашып алады қарсылық қып жауларған. Қамал қанша құлаған, тарих бетін аударған. Археолог бұл ағам. Тамаша, келесі Археолог сорам бестам сығанақ, сырлары мол ашпаған, жер астынан сығалан жатыр көне тостаған. Санатқа көп қосылар, сансыз қала тұқымдағы, шақырды отырар шешілмеген жұмбағы. Қалақша мен тынбастаға тан, қазып төбе обаны, қалаларды құм басқан. Ағам ашып алады қарсылық қып жауларға. Қамал қанша құлаған, тарих бетін аударған. Археолог бұл ағам. Күбейлі ма? Оқуға ыңғайлы ма? Кішкене сәл күбейлі болады, иә? Кітаптарын оқығанға қарағанда бұл кішкене сендерге күбейлі, бірақ тамаша, жарайсыңдар. Енді осы тақырыпты талдаумен жұмыс жасаймыз. Қалай? Енді балалар, мұны бізде мынадай тапсырма. Әдебиет үйірмесі деп аталады. Жаңағы оқыған тақырыбымызды талдау үшін маған керек, сұрақ қоюшы керек, және баяндаушы адам керек, зерттеуші адам керек, сөз тапқыш адам керек, суретші адам керек, және мінездеме беруші адам керек. Қане кім шығады? Сұрақ қоюшы. Айзере келе қойшы. Неге отырмыз? Баяндаушыға кім келеді? Баяндаушыға келгісі келмей ме? Мына топта ешкім жақсы сен келе қойшы. Бақтияр келе қой. Енді бізге зерттеуші керек. Зерттеуші кім? Және сөз тапқыш. Сөз тапқышқа кім келеді? Сөз тапқышқа келе қой Айсұлтан. Суретші. Біздің суретшіміз бар. Молодец. Және мінездеме беруші. Кім келеді қане? Нұрислам келе қой. Енді сендер өздері бір рөлге кіріп, берілген тапсырма беріледі, сол бойынша жауап бересіңдер. Мен ең бірінші қара қалпақты суретшіге беріп тастаймын, суретшіміз қара қалпақ дейсің. Басқамыз кез келгенін кие береміз. Жақсы, міне астыда критерий тұр. Критерий бойынша біз енді сұрақты қазір ашайық балалар. Сұрақ қоюшы Айзере. Археолог өлеңі бойынша бір-екі сұрақ құрастыр, оқушыларға қоя қой. Алып кет. Археолог деген кім? Археолог деген кім? Ал, оп-оңай сұрақ екен. Оп-оңай сұрақ. Ал, Даян айта қойшы. Олар қорғандар. Тағы кім айтады? Алмас айта қойшы. Археолог ол ежелгі адамдардың өмірі мен мәдениеті, әртүрлі жәдігерлерден зерттейтін тарихшы. Тамаша, толық жауап деп осыны айтады, иә? Келесі екінші сұрақ. Сауран бестам сығанақ отырар дегендер нелер? Сауран бестам сығанақ отырар дегендерді нелер? Қалай түсіндіңдер? Жаңа оқыды ғой. Қалай түсіндіңдер? Қалай түсіндіңдер? Айта ғой. Иә, айта ғой. Олар ежелгі ғасырдағы қалалар. Қазір оларды түрлі зерттеу жұмыстары жүріліп, көптеген тарихи мұралар табылуда. Тамаша. Бүкілін алмаз айтып қойды, сендер отырып қалыңдар, иә? Екінші баламызды, Бақтияр, сен шығармадан өзіңе ұнаған эпизодты аласыңдар, жаңағы шығармадан өзіңе ұнаған баяндап бересің. Қай жері ұнады? Осындай жұмбақ қалалар, тынбай еңбектеніп жүрген адамдар маған ұнады. Мен де өскенде археолог боламын. Тамаша. Өскенде археолог боламын дейді. Келесі
жүруші көне қалалар мен шынайы өмір арасындағы байланысты табады Батырхан. Көне қалалар мен шынайы өмір арасында байланыс туралы не айтамыз? Бұл көне қалалар өткен тарих, біздің ата бабамыздың өмірі, ал қазір 21-ші ғасыр ғылым мен білімнің дамыған уақыты. Біз соның арқасында ежелгі мұраларды іздеп тауып танысып жатырмыз. Ой, тамаша, өте тамаша. Толық жауап, иә? Сөз тапқыш шығармадан, сенің кітап керек болады, кім саған? Шығармадан жаңағы Айсұлтан, иә, келесі? Шығармадағы әсерлеу, кейіптеу, эпитет, аллитерация бар ма? Табамыз, кітабымызды келіп табамыз. Өз кітабы бар әне. Қай жерінде біреу кездесе мүмкін әсерлеу сөз бар. Елдегі аллитерация толтырдым. Қарсылық қып жауларға қалмай қанша құлаған жеп. Бұлар не дер? Аллитерация. Аллитерация, жаңа өлеңдегі аллитерация, иә? Қ әрпімен басталып тұр, тамаша. Жақсы. Келесі, суретшіміз не істер екен? Ал? Суретшіміз қандай тақырыпта сурет салды? Өзі салып келген. Иә? Айтамын? Міне. Айтамын? Не туралы салып келдің суреттерін? Суреттер салып келді. Археологтар туралы суреттер салып келді. Біз мына жерге қойып қоямыз. Салып келген еңбегін бағалап, суреттерін қойып қоямыз. Келесі бала сұрақ кейіпкерге, археолог туралы, кейіпкерге мінездеме береді. Ол Нұрислам мінездеме бере қойшы. Археолог өткен оқиғаларға қызығушылық танытулар қажет. Қазба қай жерде өтетіні маңызды емес. Су астында, немесе құрлықта, немесе қатты суықта. Қалай болғанда ол үшін жақсы физикалық төзімділік, шыдамдылық болуы қажет. Жақсы. Өзі шағын ғана өлең жақсылап қалдап беріңдер. Отырамыңдар. Жарайсыңдар, отырамыңдар. Келесі балалар сендерге, келесі тапсырма, топтар бірлесіп жұмыс жасайтындар балалар. Түсінікті ме? Міне, сендерге флешка әдісі бойынша тапсырма берілді. Міне сол флешканы сендердің алттарына қоям. Ортада бірлесіп, осының сұрағын тауып, ақылдасып, 1 минут уақыттары бар. Ортада ақылдасыңдар. Ортада ақылдаспас бұрын бұл флешканы қалай ашамыз деген жолды қарастырып алайық. Бұл флешка сендерде сотка жоқ, компьютер жоқ, иә? Менде ше. Біз флешкамызды мына жарықты түсіру арқылы ішіндегі сұрақты мына жерде топтап оқыңдар. Топтаса оқыңдар. Қандай сұрақ шықты? Екінші топ. Сендерге қазір берейік. Жоқ, фонарик қазір. Жаңа сендерге фонарик қойсам деп айтайын. Оқыңдар, ішіндегі сөзді оқыңдар. Жоғары көтеріп міне, жоғары көтеріп. Сендер фонарик бар екен ме? Бүйтпей, олай істе жоғары көтер. Сенің сұрағың жоғары ғой? Көтерші, Кәусар, көтерсең шығады. Көтер. Анау кішкене темный болып тұр мен. Ғалымның тақырыбына сөйле. Жақсы, сұрақтар табылды ма? Жақсы. Әне? Сендер? Жақсы. Табылды.
көне құмырамын тақырыбына сөйле дейді. Сендер де? Мен ғалымның тақырыбына сөйлеймін. Мен ғалымның тақырыбына сөйле дейді. Ендеше топта бірлесіп дайын болсаңдар айта бастаймыз. Қай топ сендер дайынсыңдар ма? Ал Айзерен дайын. Бірінші топ дайын екен сұраққа. Мен археологпын. Маған алдымен қазба жұмыстарына күрек, айбалта, қалақша, қайла, шам, фотоаппарат, дәптер, қалам, жүгейткіш, сөмке, қорап, шам, өлшеуіш, тағы басқалар қажет. Мен археологпын. Зерттеу барысында жер астында табылған құнды заттарды көру үшін жарықтық, ал қазып алу үшін айбалтаны қолданамын. Тамаша. Келесі екінші топ дайынсыз ба? Кім айтады? Ал айта ғой. Мен қыздан жасалған құмырамын. Менен талай сенің арқылы су ішкен. Мен талай адамдарды құтқарған. Себебі мен ешқашан сусыз болмаған. Міне соның арқасында сендер аман-есенсіңдер. Мен де қазір сол кісілер сияқты қартайдым. Мен өткен өмірімнің тарихымын. Тамаша. Иә? Мына топта Кәусар дайын екен. Ал айта ғой. Мен ғалыммын. Бүгінгі сабақта ашқан жаңалығымыз Қожа Ахмет Яссауи кесенесі Түркістан қаласының 14-ші ғасырдың соңында тұрғызылған. Орта ғасырларда бой көтерген ең керемет сәулет өнерінің бірі саналатын аталмыш кесенеде қазақтың 21 ханы жерленген деседі. Бұл зәулім ғимарат 8 түрлі бөлмелер тобынан тұрады. Қазандық, үлкен ақсарай, кіші ақсарай, құдықхана, кітапхана, асхана, көрхана, мешіт. Балалар, міне тамаша жарайсыңдар. Біз міне тақырыппен танысып, біз жалпы бүгінгі сабағымыздың теориялық бөлімінен өттік. Енді осы жерде бір жақсылап қорытындылап қояйық. Бүгінгі жәдігерлер жайлы толық білдік дейтін болсақ, жоғарыда 3 шапалақ. Тапсырмаларды жақсы орындадық, ортада 2 шапалақ. Әлі де толтыратынымыз бар, астында 1 шапалақ. Енді қай жерде толтырамыз? Енді қазір біз сабағымыздың 2-ші бөлімі, практикалық бөлім деп аталады. Практикалық бөлімді біз мектебіміздің музейінде барып жалғастыратын